Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика 2 сынып, 2 сабақ. Сонымен 2 сабақ бізде 2 таңбалы сандарды жазу және оқу дейді. 2 таңбалы сандарды құруды үйренеміз, оқуды және жазуды үйренеміз. Бірінші тапсырма: Мирастың жазғы демалыста қандай кітаптар оқығанын біл дейді. Ол үшін дөңгелек санын кітаптардың жанындағы сандармен сәйкестендір. Сәйкес сандар ғана жауаптың дұрыстығын білдіреді дейді. Ал балалар, қараймыз. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 екен, я балалар? 25. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 екен. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-нан 3 болғандықтан 30, 31, 32, 33, 34 екен балалар. Енді бізде 25 қайсы? Балбұлақ деген кітапты оқыған екен, я? 25-ке Балбұлақ. Балбұлақ деген кітапты оқыған екен. Одан соң 19-ға бізде жоқ. Келесі 34-те бізде Бүркіттің балапаны деген кітапты оқыпты. Бүркіттің балапаны дейді. Әне балалар, Мирас жазғы демалысында осындай кітаптарды оқыған екен. Келесі 2 тапсырмаға назар аударамыз. 2 тапсырма бізде балалар сандарды жаз және оқы дейді. Енді сандарды жаз және оқы дейді балалар. Сендерге көрініп тұр ма? Енді қараймыз. Осылай белгіленген, мына жақта 2 ондық, 8 бірлік. Оны балалар 28 деп жазамыз, я? Келесі 6 ондық, 0 бірлік. Ол дегеніміз 60 болады. Келесі 3 ондық, 9 бірлік. Ол дегеніміз балалар 39 болады екен. Келесі 75 бірлік дейді ал балалар. 75 бірлік дегеніміз 75 санын өзі білдіреді екен. Сендерге түсінікті болып жатыр ма балалар? Онда 3 тапсырмаға назар аударайық. 2 таңбалы сандарды жаз және оқы дейді. Ондықтары мен бірліктерінің цифрлары бірдей дейді. Ал балалар, оны қалай жазады екенбіз? Екеуінің де цифрлары бірдей дейді. Яғни балалар, 3 тапсырмаға былай жазамыз. 3 тапсырманың А тапсырмасы. Мысалы үшін 77, 88, 11, 22, 33, осылай кете береді. Яғни ондықтары да, бірліктері де бірдей цифрдан тұрады. Дұрыс па балалар? Екеуі де 7, екеуі де 8, екеуі де 1 деген сияқты. Енді Ә тапсырмасына назар аударамыз. Ондықтарының цифрлары бірдей 4-ке тең, ал бірліктерінің цифрлары әртүрлі дейді. Мысалы үшін 41, 43, 48, 47, 46, 45. Яғни ондықтары бізде 4-ке тең дейді. Ал бірліктеріміз әртүрлі екен, 8, 1, 3, 7, 6, 5 деген сияқты. Я балалар, сендерге түсінікті болып жатыр ма? Онда 4 тапсырмаға назар аударамыз. 4 тапсырма бізде балалар сандарды өсу ретімен жаз дейді. Бізге сандар берілген балалар, соны біз өсу ретімен жазатын боламыз. Өсу реті дегеніміз балалар кішіден үлкенге қарай жүріп отыратын сандар, я? Мысалы үшін 4 тапсырманың А тапсырмасына қараймыз. Өсу ретімен жаз дейді. Ең кішкентайы бізде 0 екен, я балалар, сендерге көрініп тұр ма? 0 болса,
0, одан кейін 2, міне. Одан соң 5, келесі 7, одан соң 14, 16, 18, 20. Міне балалар, көрдіңдер ма? Солдан оңға қарай өсу ретімен, яғни өсу үлкен сандарға қарай алмасып отыр. Келесі тапсырмамыз, мына сандардың арасындағы сандарды ата дейді. 15 пен 18-дің арасындағы сандарды ата дейді. 15, 16, 17, я? Міне. Келесі 7 мен 14-дің арасындағы сандар дейді. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Түсінікті ме балалар? Міне осылай шығара береміз. Келесі 5-ші тапсырма дейді. Сәйкестендір, ауызша дейді. Енді балалар, бұны ауызша орындап көреміз. Сәйкестендір дейді. Сан 25. Ал сәйкестендіреміз. Қараңдар балалар. 25 әсі, яғни санның оқылуы 25. Келесі 34, басы 34. Келесі 78, 78. Осылай бір-бірімен сәйкестендіреміз, я балалар. Келесі 6-ші тапсырма. Тапсырмасы 9 саны 6-дан неше бірлікке артық дейді балалар. Яғни балалар, 9 саны бізде артық 6-дан, я? Неше бірлікке артық? Яғни 6, 7, 8, 9. Яғни 3 бірлікке артық екен балалар. Келесі бұл екіншісі 4 саны 8-ден неше бірлікке кем дейді. 4 кем 8-ден. 4 бірлікке кем, я балалар? Келесі 7-ші тапсырма. Сонымен келесі 7-ші тапсырма. Анам дүкеннен 10 жұмыртқа сатып әкелді. Олардың 4-еуінен әпкем құймақ дайындады. Неше жұмыртқа қалды дейді балалар. Барлығы 10 жұмыртқа екен, одан 4-еуінен әпкесі құймақ дайындаса балалар, 6 жұмыртқа қалды, я? 6 жұмыртқа қалды. Өте оңай есептер балалар. Келесі тапсырма 8-ші тапсырмаға қараймыз. 9-ға дейін толықтыр дейді. 3-ке кеміт дейді. Яғни 9-ға дейін толықтыр болса, яғни балалар 7 қосу 2 тең 9, 6 қосу 3 тең 9, яғни 5 қосылған 4 тең 9, және 4 қосылған 5 тең 9, және 3 қосылған 6 тең 9. Яғни барлығын 9-ға дейін толықтырдық, я балалар? Келесі 3-ке кеміт дейді. 9-дан азайтамыз 3-ті, 6, 13-тен азайтамыз 3-ті, 10, 5-тен азайтамыз 3-ті, 2, 17-тен азайтамыз 3-ті, 14, 4-тен азайтамыз 3-ті, 1. Түсінікті ме балалар? Келесі 9-ші тапсырма. 2 таңбалы сандарды жаз және оқы дейді. Ондықтары бірге тең, ал бірліктері әртүрлі. Яғни бағанағы есептер сияқты екен балалар. Бұл жерде ондықтары бірге тең екен, ал бірліктері әртүрлі сандарға тең болатын 2 таңбалы сандарды жазайық балалар. Тапсырмасына, яғни 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Яғни ондықтарының барлығы бірге тең, я балалар? Ал бірліктері әртүрлі, яғни 1, 2, 3, 4, 5, яғни олардың барлығы әртүрлі болғандықтан осы сандарды теріп жаздық. Келесі, ондықтары әртүрлі, ал бірліктері 1-де 5-ке тең дейді. Ал балалар, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Көрдіңдер ме балалар?
бірліктерінің барлығы 5-ке тең, ал ондықтары бізде әртүрлі екен, иә? 1, 2, 3, 4 әртүрлі. Енді қосымша ақпарат дейді. Грек тілінен аударғанда математика білім, ғылым дегенді білдіреді екен. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бұлар араб цифрлары болып табылады екен. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Егер сабақ ұнаса, сендерге түсінікті болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар, балалар.